Ұлабайға сыйынсам, әруағы қолдайды. Қателесе сөзінен ешбір ақын оңбайды. Қайтып келген қызбын деп айттың, болып отыр сол қайғы. Қайтып келген қыздардың қайырлысы болмайды ай. Бұл ұмытылмайтын уақыт кезең қаңтар айы болатын 2001 жыл. Бізде ол кезде Наркескен деген ақындар мектебі бар. Мен бірақ ол кезде музыкалық колледжде оқимын, Мұқан Төлеубаев атындағы. Енді міне осы көктемде оқуды бітіремін, сосын айтысты қолға аламын деп жүрген кезім. Сосын жаңағы ақындар мектебінде Семейде екі ақындар, екі түрлі мектеп болды да. Біреу орталық қалалық мәдениет сарайында дайындалады бір топ ақындар. Енді ақындар көп қой. Біразымыз жастарымыз көбіне Шәкәрім университетіндегі Наркескен ақындар мектебінде дайындаламыз. Марқұм Сиязбек бар, Сүлеймен. Біраз ақындар сонда. 2001 жылы Семейде айтыс біраз жыл болмады. Біздің мақтанатынымыз Айнұр Тұрсынбаева мен Құралай Әлкенбаева ғана болатын. Одан кейін республикалық айтыста бұрын дода көріп қалған Қайрат Сауырбаев ағамыз бен Рүстем әкесі Қайыртай ағамыз ғана болатын. Содан Жүрсін Ерман келді дегенде әлі есімде Аяз мына домбыра қателеспесем екі домбыра болатын Сияз марқұм үйінде, соның біреуі мынау ұстазым үйінде. Сонда мына домбыраның футляры да жоқ, 40 градус аязда пакетке салып, куртканың ішіне салып, сәл өзіме үлкен курткам болатын. Сонымен не де болса көрейік дедік, барайық деп Жүрсін Ерман түрін көрейік, танысайықшы деп. Сон барсам Абай театрында жаңағы енді әркім өзінің танысы бар, мәдениет саласында істейтіндер бәрі 9 ба 10 ба ақын алып келген ғой, біздің Семейдің атынан қатысады деп. Сон Жүрсін аға бейт қаратты. Мұның бәрін қайтып қатыстырамын, мен іріктеймін деді. Соң енді менің танитыным Серікзат Дүйсенғазин, сөздесі Серікзатпен Серік Қалиппен барып амандастым. Ұстазым марқұм айтты, барып айтсашы Жүрсін аға, ақыр бәрін іріктеп жатыр ғой, сен де көресің, ақыр бәрін көріп жатыр ғой деп. Соң бардым да, аға дедім, мен де қатыстырыңшы дедім, көріңші, ақыр іріктеп жүрсің, өгетші сен кімсің деді. Мен осылай мен мыналар просто қатыстырмайды дедім де, енді ол кезде жаңағы ана кім әкімшілікте жақын енді негізгі үлкен ортаға сондай адамдар бар еді ғой. Солармен таныстығы бар. Мен ол кезде баламын 17-те. Содан ал жарек көрейік деді. Бірінші Серікзат ағамен біраз қағысып көрдік те, сосын Карим апаймен бір қателеспесем сондай бір қағысы болды. Сосын Жүрсін аға айтты, Семейде екі ақын болса біреу осы болатын, мыналарын қатыспаса да осы қатысады деді ертең. Анау деген енді білмеймін, менің өмірімде ең бір бақытты кезең болды да, соншама дайындалған бір осыны істеп көрсем екен деген кезең. Сол кезде барып түсінікті, менде не киім жоқ екен, сахнаға немен шығамын түсініксіз. Жүрсін ағаның әлімге айтатын сол, аяғыңа дұрыс, мынандай аяқ киім бар аяғымда деп. Оның өз жаңағында біздің айналамызда кімнің аяқ киімі телевизордан көрсетуге ұялмайтындай, сол біреудікі айтыр, ол бәтіңкесінде басына қағаз тығып қоясың, сол киіп шықтық. Мына киім қалалық мәдениет сарайының киімі, ана ішіндегі қызылы, сыртындағысы жаңағы осылай шығып бара жатқан кезде, мына ең болмаса шапан жапсаңдаршы иығына деді, сол кезде адай азаматып қойдым, қателеспесем. Алғызды театрдың костюмерінен. Анау іші қалалық мәдениет сарайының киімі, сыртындағы шапан Абай театрынікі, қолымдағы домбыра марқұм ұстазымдікі, әлі курстастарым біреуінікі ма. Өлең өзіңіздікі ғой. Өлеңде жартысы енді ақындар мектебі ғой, енді бір күн қалғанда шығып, ойбай сен дайындал деп, біраз енді ақыл қосып жазып бергендер де болды, бірақ қайда ана жерге шыққанда адам қобалжиды да, оның бәрі жайына қалды. Бірақ кейінгі айтыстарда керек асты ғой енді. Шалқарбай Ізбасар аяқтағы тублиде папымдікі деген бір сөз хит болды ғой. Иә, кезінде. Сіз бастаған екенсіз ғой айтыс. Жоқ, маған дейінде болған шығар. Мен тіпті өткен жолда бір студенттер айтысында бір ақын баланы көрдім, Абай университетінде. Сол кезде өзім бала кезім есіме түсті де, ана бала кәдімгідей көрініп тұр, туфлиі мынандай бір размер ма, екі размер ма үлкен өзіне. Бірақ сонымен шығып айтысып тұрды, бала кезім есіме түседі. Ол ініміз осы хабарды көргеннен кейін хабарласын. Міне осылай айтысқа үлкен сахнаға қадам басқан екенсіз. Бір жылдан кейін Ринат Зайытов, Тұрсынғазы Рахимовке, одан кейін бүкіл ақындарға пародия жасап, елді тәнті етті. Иә, ол енді музыкалық колледжде жүрген кездегі алған тәжірибем ғой. Сол кездегі Ринаттың өнеріне бір көз жүгіртейік. Жүгіртейік енді. Сол айтысқа демеуші болып жүргендердің азаматтарын өз орталарыңыздан шыққан Нұртай Сәбиланов деген ұл бар ма осында? Нұртай отыру керек. Қайда? Нұртай, тұрып қойшы орнынан бір. Осында отыр, рахмет. Алланың осындай ақындардың демеушілігін, ақындарға демеушілік көрсетіп жүрген Нұртай ешқашан жаман болмас деп ойлаймын.
Енді айтысымызды бастамас бұрын жаңағы 2 жыл ақын дайындал болмас бұрын мен сахнаға өздеріңіздің ұлдарыңыз Тұрсынғазы Рахим шақырып қойсам, туған жеріне тағы бір тағзым етіп қойса. Тұрсынғазы Рахим сахнада. Толқын менен көңілді жадыратып сағынбас не шарнау Үнжумар жан секілдай ал көрінген көркіндау гүлім айсы бүгін жайды бір көрінсең еркем бау Қуат берген дәміңмен тұзың маған қаймағыңнан айналдым бұзылмаған гүлін сүйем шалғыне бірін сүйем үнін сүйем мазане